Петропавлдың шығу тарихы туралы айтып бере аласыз ба? Петропавлдың шығу тарихын баяғыдан белгілі нәрсе, тарихта бар ол. Абылай ханның кезінде Петр мен Павел келіп, жер мәселесімен алдынан өтеді. Сол кезде енді ұлттар арасында наразылық болмасын деді ме, ол кездегі жер мәселесі, жер дауы, жесір дауы дегеннің өте сондай шиеленісіп тұрған кезінде Абылай хан келісімін беріп, сол Петр мен Павелге өгіздің терісін қолдарына беретін болсам, осындай ғана бекініске деп. Содан сондай бір құлық мәселесімен таспадай қылып тіліп өгіздің терісін, содан әжептәуір жер аумағы пайда болып, содан алғашқы бекініс пайда болады. Сол 1752 жылғы бекіністен қазіргі кезде Петропавл қаласы үлкен облыс орталығы болып, тарихи неше түрлі оқиғаларды басынан өткізіп, осы күнде дүркіреген, елге танымал, Қазақстанда жақсы деген бір облыстың орталығы болып отыр. Рахмет.